Буын аурулары бір күнде басталатын ауру емес. Ол ұзақ жылдарға ұласқан созылмалы аурулардың, инфекциялық аурулардың, жарақат алғанның әсерінен туындайды. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Сіз естіп білмеген ақпарат бар болуы мүмкін. Сол себепті команданың еңбегіне қолдау білдіріп, каналға жазылып келесі пайдалы видеоларды қарай жүріңіздер. Буын ауруының алғашқы белгілері: тізе, саусақ буындары ауыра бастайды, ісінеді, қызарады, қозғалыс қиындайды. Осы уақытта арнайы дәрігердің тексеруінен өтіп, қажетті ем жасалмасы буын өз қызметін тоқтата бастайды. Адамның жасы ұлғайған сайын сүйегі әлсізденеді, әрі сынғыш келеді. Ал қан тамырлары өзінің иемділігін жоғалтады. Салдарынан буын зардап шегеді. Ауруды әсіресе буын ауруын емдеу өте қиын әрі ұзаққа созылады. Сондықтан да ауруды емдеу үшін емес, аурудың алдын алу үшін қамданайық. Аурудың алдын алу үшін үш нәрсе қажет: дұрыс тамақтану, ағзаны қажетті минералдармен, дәрумендермен қамтамасыз ету, аурулардың белгілері біліне басталысымен-ақ емдеу. Буынды ауруға ұшырататын үш түрлі фактор бар. Біріншісі жарақаттан кейінгі, яғни сынған, шыққаннан кейінгі буынға тұз жиналу. Екіншісі инфекция аурулары. Мысалы, бруцеллез, туберкулез салдарынан да буын ауырады. Артрит, ревматоидты полиартрит туындауы мүмкін. Үшіншісі бүйректегі созылмалы пиелонефриттен пайда болатын тұз ауруларына, буын ауруларына алып келеді. Буын ауруларына витамин С маңызды. Егер жемістер туралы айтатын болсақ, онда С дәруменінің көпшілігі жүзім, шабдалы, банан, алмұрт, алма және ең бастысы шиповникте кездеседі. Бұл пайдалы витаминнің нақты қоймасы цитрусты деп атауға болады. Әсіресе ол грейпфрутта, лимондар мен апельсиндерге бай. Егер сіз көкөнісі туралы айтатын болсаңыз, адам ағзасының ең пайдалы болып табылатын С витамині қырыққабатта, бұрышта, сәбіз, қызылша, қызанақ және үрмеде бар. Артрит деп буынның қабынуын айтады. Егер бір ғана буын қабынса, онда моноартрит, ал бірнеше буын қабынса полиартрит деп атайды. Артрит тікелей буынға байланысты аурудан немесе әртүрлі әсерден пайда болады. Пайда болуы әртүрлі болса да, барлық артриттер бірдей көрініс береді. Оған мыналар жатады: 1-2 күнде артатын буындардағы ауру сезімі, қимылдың шектелуі, зақымдалған аймақтың қызаруы, ісінуі, деформациясы жатады. Жалпы әлсіздік пен дене температурасының жоғарылауы. Егер артрит ревматикалық аурулардан немесе подаградан пайда болса, онда ауру жедел түрде дамиды. Ал басқа себептерден болса, онда буынның деформациясы және қимылдың шектелуі байқалады. Жедел басталып өте қатты ауырсынумен көрінеді, немесе жай созылмалы түрде басталуы мүмкін. Кейбір адамдарда ауру шаншып, тұйық ауру сезімімен жүреді. Оны біз тіс ауруымен теңестірсек болады. Артритқа алып келетін олар инфекция, жарақат, аллергия, зат алмасудың бұзылуы, жүйке жүйесінің аурулары және витаминнің жеткіліксіздігі жатады. Артриттің түрлері. Зақымдалу сипатына байланысты артритті екі класқа бөлеміз: қабынулық артрит және дегенеративті артрит. Қабынулық артритке жататындар инфекциялық артрит, ревматоидты артрит және подагра. Ал дегенеративті артритке жататындар остеоартроз, травматикалық артрит. Бұл аурулар сүйектердің біріккен жерінде орналасқан шеміршектердің зақымдалуымен байланысты. Негізі артриттің 100-ден астам түрі кездеседі. Оның ең жиі кездесетіндері остеоартрит, ревматоидты артрит және подагра болып табылады. Ревматоидты артрит буынды қаптап тұратын тіндердің қабынуы. Уақыт өте келе ревматоидты артрит шеміршектің, байламдардың, тіпті сүйектің толық желінуіне алып келеді. Ревматоидты артрит әйел адамдарда еркектерге қарағанда 3 есе жиі кездеседі. Сонымен қатар бұл ауру көбіне 30-40 жаста көрініс береді. Алайда балалар мен жастарда да кездесе береді. Остеоартрит бұл буынның қорғаныштық және серпімділік қызметін атқаратын шеміршектің зақымдалуы. Ауру асқына келе сүйектер бір-біріне жанасып желінеді, сосын буындық синдромдар болады. Ревматоидты артриттің айырмашылығы бұл кезде тіннің зақымдалуы болмайды. Шамамен 70 жастан асқан адамдардың 80%-дан жуығы осы аурумен ауырады.
остеоартрит кезінде көбінесе омыртқалық, тізелік және сан сүйектері зақымдалады. подагралық артрит зат алмасудың бұзылыстарына байланысты болатын тұқым қуалайтын буынның қабынулық ауруы. Бұл ауру кезінде адам денесінде зәр қышқылының кристаллоидтары жиналып қалады және соның әсерінен буындар мен тіндер зақымдалады. Көбіне подагралық артриттен аяқтағы бас бармақ саусағы өзгеріске ұшырайды. Подаграның белгілері 40-50 жаста көрініс табады. Көбіне еркектерде кездеседі. Артроз буын ауруларының арасында кең тарағандарының түрі. Оның әсерінен сүйектің шеміршек ұлпаларының дегенерациясы орын алады. Жалғаушы ұлпа түріндегі сүйек жабындысы сүйектердің бір-біріне үйкелуінен сақтайды. Егер осы бір шеміршекті ұлпа өзінің сапасын жоғалтып қызметін атқара алмаса, ауру орын алып қабыну басталады. Артроз көбіне жамбас, тізе және тобық буындарын зақымдайды. Ал бұл буындардың барлығы да біздің салмағымызды көтеріп тұр. Сонымен қатар, артроз зақымдаған буынды ешбір дәрі емдеп жаза алмайды. Дәрі-дәрмек күшімен қабынуды тежеуге ғана болады. Егер артроздан сақтануды ерте бастан ойға алатын болсаңыз, тұрақты түрде жаттығу жасап, аталған буындарға салмақ түсірмеген жөн. Сол сияқты, артық салмақтан да арылған жөн. Дұрыс тамақтану да онда маңызды рөл атқарады. С дәруменін молынан қабылдаған жөн, себебі ол коллаген синтезінде негізгі қызмет атқарады. Егер ендігі артрозға шалдыққан болсаңыз, сіздің тұтынатын тағамдарыңыз кальций, фосфор, магний, кремний сияқты минералдарға бай болуы тиіс. Буын ауруы қалай емделеді? Ауырсынуды емдеу мүмкін болмаса да, науқасты жеңілдету үшін оны басқаруға болады. Кейде рецептсіз дәрі-дәрмектерді қабылдау немесе қарапайым күнделікті жаттығуларды орындау арқылы ауырсыну басылуы мүмкін. Басқа жағдайларда ауырсыну тек рецепт бойынша дәрі-дәрмекпен немесе хирургиялық араласумен проблемаларды шешіп жатады. Үйде емдеудің қарапайым әдістері. Мысалы, зардап шеккен аймаққа жылыту жастықшасын немесе мұзды қолданатын болсаңыз, қысқа мерзімге күніне бірнеше рет ұсынуға болады. Жылы ванна қабылдау да ауыруды жеңілдетеді. Жаттығу көшпен функцияны қалпына келтіруге көмектеседі. Жаяу жүру, жүзу немесе басқа аз әсер ететін аэробты жаттығулар жақсы. Күрделі жаттығуларға немесе спорттық іс-шараларға қатысатындар оны азайтуы немесе аз әсер ететін жаттығуларды бастау қажет болуы мүмкін. Жұмсақ созылу жаттығуларды көмектеседі. Кез келген жаттығу бағдарламасын бастамас бұрын немесе жалғастырмас бұрын дәрігеріңізден кеңес алыңыз. Қабынуға қарсы препараттар. Ауырсыну жеңілдетуге көмектеседі. Бұл дәрілерді күштірек дозалар дәрігердің рецепті бойынша қажет болуы мүмкін. Егер сізде асқазан жарасы, бүйрек ауруы немесе бауыр ауруы болатын болса, сіз үшін жақсы нұсқа екенін білу үшін дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Жергілікті емдеу. Мысалы, зақымдалған буын аймағындағы теріге сүртуге болатын шақпа немесе гельдер де ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Олардың кейбіреулерін рецептсіз табуға болады, немесе дәрігер рецепт жазуы мүмкін. Диеталық қоспалар глюкозамин сияқты ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Ал хондроитин қант тізбектерінің түзілетін табиғи зат. Хондроитин ағзаға буындардағы сұйықтық пен икемділікті сақтауға көмектеседі. Глюкозамин бұл сіздің денеңізге шеміршек құруға көмектесетін қант ақуызы. Глюкозамин сүйектерде, сүйек кемігінде, ұлпалар мен саңырауқұлақтарда кездесетін табиғи зат. Хондроитин мен глюкозамин бұл остеоартрит ауруын емдеуде тиімді көмек ретінде балама медицинада қолданылған біріктірілген ем болып табылады. Кез келген рецептсіз қоспаларды қабылдамас бұрын дәрігеріңізден сұраңыз. Естеріңізде болсын, дәрі-дәрмек тіпті рецептсіз сатылатын болса да, адамдарға әртүрлі әсер етеді. Бір адамға көмектесетін нәрсе екіншісіне жұмыс істемеуі мүмкін. Кез келген дәрі-дәрмекті қабылдаған кезде дәрігердің нұсқауларын мұқият орындаңыз және жанама әсерлеріңіз болса оған хабарласыңыз. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесіде пайдалы ақпараттармен қуантатын боламын.